Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Жалпы биздин Алам Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Жалпы кадырман кыргызстандыктар, дүйнөнүң улуң бурчунан көрүп жаткан биздин мекендештер. Амансыздарбы туугандар, кандайсыздар? Бүгүн 2022 жылдын 30 октябрь күнү мен силерге Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан чоң салам айтамын. Туугандар, биз сиздерге бүгүн баасы арзан унаалар боюнча маалымат беребиз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Колдоо иретинде лайктан басып коюңуздар. Арандагы мына ушул Lanons унаасы 200 миңге сатылды. Жогоруда айткандай, баасы арзан унааларды сиздерге көрсөтүшкө аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, ар дайым айтамын, эгерде биздин каналга катталбасаңыз, сөзсүз түрдө катталып койсоңуздар, биз сиздерге ар дайым кызмат кыла беребиз. Мына ушул Opel унаасы боюнча маалыматты берип баштайм. Бисмилла деп. Бул машинанын чыгарылган жылы 92, номерлерини туугандар айтып коеюн. 0551 00 65 88 деген номер, баасы болсо 170 миң сом. Мына ушундай жайкап алда дөңгөлөктөрү, үстүндө көрсөтө кетейин. Машинада реклама кылып койчу. Кайсыны? Болду. Азыр. Туугандар, көрдүңүздөр, баасы арзан унааларды сиздерге дагы алдыда көрсөтөбүз. Бул жерге жылсак, кайрадан эле мына ушул Opel Vectra унаасы боюнча маалыматты берейин. Бул машинанын негизги чыгарылган жылына келсек, 1995 жыл экен. Номерлерин көрүп алыңыздар. Баасы болсо 190 миң сом. Алам Кабар деген. Мынакей. Баасын көрдүңүздөр, номерлерин көрсөттүм. Эми болсо өзүңүздөр дагы кенен маалыматты алсаңыздар болот. Биз алдыга карай жылабыз. Сиздерге туугандар, мындай баасы жеңил унааларды көрсөтүшкө аракет кылайынчы. Мына ушул Lanons боюнча дагы маалымат берейин. Азыр. Бул Lanons'тун чыгарылган жылы туугандар 97 экен. 1.5 объем, номерлерин көрдүңүздөр. Азыр мен сиздерге кенен маалымат берип берейин. Таксыр. Мен өзүңүз тартпайм. Канча сурап атасыз? Артын көрсөтүп коеюн бир сыра. Канча сурап атасыз, таксыр? 170 кам бар. 170. Мынакей. Болду, түшүнүктүү. Дискаларын көрдүңүздөр, баасын уктуңуздар. Өзүңүздөр келишип, дагы сүйлөшө бересиздер. Баасын жеңил коюптур. Биз алдыга карай жылсак, мына ушул бизди тартып койбойсуң дейт. Мына ушул боюнча, бул Мерс боюнча маалымат берейли туугандар. Баасы жеңил коюлуптур, 150 миң сом экен баасы. Жылы 87, объемы 29, номерлери 0221 13 96 деген номер. Үстүндө лүгү менен. Мынакей. Көрдүңүздөр? Азыр сиздерге ичин дагы көрсөтөйүн бир сыра. Мынакей. Ичи мына ушундай туугандар. Көрүп коюңуздар. Колго тийиш баасы канча таксыр? 140, а? Колго тийиш баасы 140 миң сом туугандар. Базарыңыз берсин, а? Алдыга карай жылабыз туугандар. Сиздерге жогоруда айткандай, баасы жеңил унааларды көрсөтүшкө аракет кылайын. Ушул базардын төр жагында негизи кызыктуу базар болот. Туугандар, мына ушул машина боюнча маалымат берейинчи. Корейский машина. Таксыр канча сурап атасыз? Алды. Алындыбы? Алынды. Канча болду? 180. 180 миң сом, а? Жакшы. Жакшылыктар кайдаңыз, а? Рахмат, Алла разы болсун. 180 миң сомго сатылыптыр туугандар мына ушул машина. Бул жака жылсак,
Qanday mashina? Hozir o'tam. Aha. Mazda unaсын tartib qo'yishib deydi. Mana shu yerdan mына Opel unani ko'rsatayinchi. Bu Opel'din chiqarilgan yılı 99, 1.8 объем, номерлерін көрдіңіздер. İçini bir koşatıp koyayınç. Tuğanlar. Негізі электро пакет. Номерлерін көріп алыңыздар. Мына ушул машинаның басы жоқ екен, тура түсінесіздер. Сіздерге қып-қызыл түстегі мына ушул Volkswagen Passat унасын көрсетейін. Мінекей. Бұл машинаның шығарылған жылы 93 екен. Номерлерін көріп алыңыздар. Мына ушундай. Қанша сұрап тұр білбейсіздер ме? Басы. Бас білбейсіз басын? Болды, авиасты? Азыр. Сізде ме тапсы? Ондар, сұраулар бойынша авиас тартшы дейді. Болды, мұнаға тартауыз. Жүрің мұқтайын Болды, шығарылған жылы туғандар 2001 екен. Номерін тартып қойын, номерін. Номерін айтып қойын, мұнаға туғандар. 2001. 350, а? Açık машина? Сен көрсетіп қойын, а? Автомат коробка. Пробег қанша болып қалған? Пробег қаншалар? Пробег 200. Қанша әмді? Қашқан? Ağlam қалар деген. 200 ашық та? 220. Қойылма дискалар мен. Басын ұқтыңыздар, өзіңіздер келішіп, сөйлеш өресіздер. Мына шул жер ішіне ұрылып тұр. Қалған жағы жақсы дейді. Көрдіңіздер, өзіңіздер келішіп сөйлешесіздер. Бұл машинаны қосып қойдық. Сұраулар бойынша тартып қойбайсың бұл дегеннен туғандар. Тура түсінесіздер ошо. Мына ушул Старекс бойынша маалымат берейінші. Бақсы қанша сұрап атасыз? 300. Көпчілік туғандар айтсат, 300-ді бір Старексті бағаларын біліп бербейсің дейді. Көріп қойыңыздар. Шығарылған жылына келсек 97. Номерлерін көріп алыңыздар. Обмен бар екен. Сен бір көрсетіп қойын. Мына ушундай. Біз алдыға қарай жылсақ, бұл жерден мен сіздерге мына ушул Nexia бойынша маалымат берейінші. Nexia 2 шығарылған жылы 2010 екен туғандар. Бағасы 260 000 сом. Номерлерін айтып қойын, 0770 60 77 60 деген номер. Суқталып тұр туғандар. Теншін албайлы қойылы ме? Тура түсінесіздер. Біз алдыға қарай болсақ. Туғандар. Мұна ушыл. Мұнаның Honda'nın басын білейлсі. Басы жазылбаптыр. Шығарылған жылы 96, 1.4 объем, номерлері 0221 87 27 87 деген номер. Ечи мына ушундай. Қанша сұрап тұр, тақсыр білбейсіз бе? Болды, аз тартабыз.
Buyoqda qancha so'rab tur, bahosin bilmaysizmi? Taqsir. Gördüğünüzler tuğanlar. Bahası bizde negizi жазылбайт. Tuğanlar sizlerge mına ушул мынаны көрсөтөйүнчү. Чыгарылган жылы 2003. Номерлерин көрүп алыңыздар туғандар. Азыр мен сіздерге баасын билип берейин. Сиздерден тақсыр? Канча сурап атасыз? 230 000 сом дейт. Suzuki Alto болуп калабы. Электропакет. Туғандар. Suzuki Alto. Баасын уктуңуздар, өзүңүздөр келишип, дагы сүйлөшөсүздөр. Аш жагына көрсөтүп коюнчу. Мынакей. Бул негизи чакан машина. Дөңгөлөктөрү мына ушундай. Өзүңүздөр келишип, баасындагы сүйлөшүп алсаңыздар болот. Биз алдыга карай жылабыз. Баасы жазылган унааларды силерге көрсөтүшкө аракет кылайын. Бул жерден мен силерге мына ушул Volkswagen Passat унаасын көрсөтөйүнчү. Passat'ın чыгарылган жылы 93 экен. 1.8 объем, баасы болсо 250 000 сом. Номерлерини көрүп алдыңыздар. Сизден бала? Азыр келишет. Аха, болду. Бир көрсөтүп коелу. Баасын. Аха. Уктуңуздар, туғандар, баасын көрдүңүздөр, өзүңүздөр келишип, дагы сүйлөшсөңүздөр болот. Мына ушинтип бул чыгарылышты биз аягына чыгардык. Туғандар, алдыда дагы сиздерге кызмат кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аманчылыкта, сак саламатта туруңуздар.